Алтыншы тарау. Ғайып болған адамдар. Желтоқсанның соңғы күндері Алматы қақап кетті. Қар сықырлап, аяз қарып барады. Қар жамылған шыршалар көшелерге ерекше сән берген. Ләйлә жаңа жыл мерекесіне арнап, ақшыл түсті матадан көйлек тігіп алды. Алдындағы ойығы қайықшаланып түскен, және көйлегінің түсіне сәйкес моншақтармен көмкерілген белдігі бар көйлек өте әдемі шықты. Төлен институтқа жиі келіп жүрді. Түрлі кітаптармен алмай келіп тұрады. Ләйләні бірде институтта, бірде жатақхананың кіреберісінде күтіп тұратын. Шыдамы да мықты өзінің. Ләйләнің да оған әбден еті үйреніп алды. Өзі ойлағандай керемет болмаса да, сондай жайлы, ыңғайлы. Төлен Әуезов, Мүсірепов, Мұстафин сияқты әдебиет майталмандарымен болған кештер туралы тоқтамастан сөйлейтін. Күн жылынғанда Аққу кафесіне бірге баруға шақырады. Онда үнемі шығармашыл жастардың қаймағы жиналады екен. Ләйлә Төлен әкелген алманы жеп, оның сөздерін жарым-жарты тыңдап тұр. Ол мұндай әдеби ортадан алыс. Кімнің не жазып, не қойып жүргені онша қызықтыра бермейтін. Оның бар мақсаты қайткенмен де Алматыда қалу. Бірақ мұндай бақ әркімнің басына қона бермейді. Жәнпейдің түлектерін тіпті қалдыра бермейтін қалада. Түнделетіп жасырын қашқан ауылына сонша жыл оқып, білім алып, ескіше кәрі қыз атанған кезінде қайта барғанда не болады? Бұл да негізінен табылған шешім болды. Күзде ол Темірғалиевтің әйелі Сақина жеңгесімен танысып, достасып кеткен. Амангелдіге рахмет. Соның арқасында осындай жақсы адамдармен жақындасты. Ол туралы ойлап, мұңға батуға өзіне өзі тыйым салды. Бір ауыз жігіттік сөзін айта алмаған әлсіз қорқақты ойлап, жүйкесін құртып не керегі бар? Барсын баратын жағына, бақытты болсын. Маған бәрібір. Мен де күнімді көрермін, бақытымды да табармын. Ләкөш, жаңа жыл шыршасына барамыз ба? Барамыз, жаным бәтес, барамыз. Мен сол үшін арнайы көйлек тіккен жоқпын ба? Деді Ләйлә қолына үтік ұстаған бәтеске жымия қарап. Амангелдіден кейін бәтеске деген жылы сезімі бұрынғыдан да артқан. Тамағын істеп, киімін үтіктеп, таңғы ұйқысынан оятып, сабағынан қалдырмай, бар жағдайын жасаған ондай құрбы әркімнің бағына ғана жолығады екен. Үстеріне жаңа көйлектерін киіп, туфлилерін газетке орап алып, қыстық тондарын киіп, қыздар сағат тура 18:00-де жатақханадан шықты. Сағат 7-де солтүстік өңірлерден бұрынырақта Алматыға көшіп келген партия қызметкерінің қызы Айманның үйінде жиналулары керек. Олар Ләйлә екеуі былтырғы студенттер көктемі фестивалінде танысып, достасып кеткен. Алматының жаңа жыл шыршасына билетте осы Айманның сыйлығы. Ләйләға Айман ұнайды. Ақ көңіл, ашық, анау-мынау ұсақпен шаруасы жоқ адал қыз. Өте сұлу қыз. Бәтестен кейін өзіне осындай адал да әдемі құрбы кездескеніне риза. Бәтестің орны мүлдем бөлек әрине. Ол тіпті туғанындай болып кетті ғой. Айманның үйінде біраз адам жиналмақшы. Сосын бәрі қазақ телевидениесіне барады. Үшіге болмайды, мереке өтетін жерге кіргізбей қояды. Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова болады дейді. Бәтес балаша қуанып жүр. Оның осылайша қуанғанына Ләйлә да мәз. Сағат 9-да түсірілім басталады. Кешкі сағат 11-ге дейін камераға түсіреді. Сосын олар қайтадан Айманға келіп, жаңа жылды сонда қарсы алулары керек. Бәтестің жігітімен Төленде сонда болады. Бәрі тарқаған соң, қыздар сонда түнеп қалатын болып келіскен. Бәтес екеуі есіктің алдында тұр. Қоңырауға жауап жоқ. Тағы басты. Тым-тырыс. Ләкош, не болды? Есікті неге ашпайды? Білмеймін. Үйде ешкім жоқ шығар. Енді не істейміз? Жаңа жылды не істейміз? Тұра тұршы, оған әлі 6 сағат бар ғой. Айманға не болды? Осында жиналамыз деген адамдардың бәрі қайда кеткен? Мұндайда Пашка Колокольников не істер еді? Түү, Ләйлә, қойшы. Космотемьянскаяны да еске алмадың ба? Пашканың не қатысы бар бұған? Тапқыр ғой, сосын бірден сол сөйлеске. Ләйлә не ойларын білмейді ау, жауабы да жоқ. Бекер тұрғанда не бітеді? Жаңа жыл шыршасының билеттері тіпті Аймандікі де өзінің қолында. Жатақханаға қайту керек. Аяқ астынан адам бір жаққа жоғалып кетпейді ғой. Түсінбей қалған шығармыз. Айман мүмкін телевидениенің алдына бірақ келетін шығар. Келмесе ше.
Онда басқаша. Телефон дүңгіршегінен Төленнің жатақханасына хабарласып, мерекеге Айманның орнына соны аламыз. Ләйләнің көзі пәтер алдындағы еденге түсті. Әдетте қорылған бауырсақ, бәліштің иісі шығып тұратын жерде бір түрлі басқа иістер шығады. Темекі сасып кеткен. Жерде темекі тұқылдары жатыр. Ләйлә бәтеске осы ойларын айтпақшы болып, аузын аша бергенде, Айманның пәтеріне қарама қарсы пәтердің есігі ашылып, қартаң әйелдің қарлыққан даусы ақырып жіберді. Қыздар, кетіңдер, тұрмаңдар бұл жерде. Шынжыры шешілмеген есіктің саңлауынан бұларға жасы 60 шамасындағы әйел қарап тұр. Аппақ шаштарын пластмасс тарақпен қыстырып қойған. Иығына бозғыл түсті орынбор орамалын жапқан. Тәтешка, көршілеріңіз қайда? Білмейсіз бе? Ашпай жатыр, деп бәте сұрақты жаудырды. Тәтешка оң қолының сұқ саусағын ерніне апарып, сол қолмен жоғары жақты көрсетті. Бәте аузын жұмған күйі қатып қалған. Ләйлә редикюлінен қойын дәптері мен қаламсабын шығарып, Тәтешканың қолына ұстата қойды. Ол жұлып алды да бірдеңелерді жазды. Костюм киген біреулер келіп, бәрін алып кетті. Кетіңдер тез, қайтып келмеңдер, қауіпті. Жазғанын Ләйләға көрсетті де парақты жыртып алып қалды. 65-ші жыл. Әлі сол костюм кигендер жүргені ме? Не үшін? Айман оларға не істеп қойды? Тәтешканың зәресін әбден ұшырыпты ғой. Баспалдақпен бірінші қабатқа түсіп, сыртқа шыққан Ләйлә мен Бәтес күннің суығына суыт хабар қосылып қалтырап тұр. Тіпті қойдың терісінен тігілген тондары да жылыта алар емес. Киімдеріне темекі иісі сіңіп қалған ба, мұрындарынан иісі кетпейді. Әлгі костюм кигендер осылардың алдында ғана келген болып тұр ғой. Тәтешка дұрыс айтады, келмеу керек еді. Кім білген мұндай жағдай болатынын? Енді жоламау керек. Бірақ Айманның не жазығы бар? Олардың үйіне келген сайын тұрмыстарына таң қалатын. Ақ алжапқыш киген үй қызметшілері жүгіріп, дастархандағы түрлі мәзірлерді бірінен соң бірін ауыстырып жүгіріп жүретін. Хрусталь люстра дейсіз бе, көздің жауын алған түрлі жиһаз дейсіз бе, мыс самаурынынан бастап бәрі түгел жарқырап тұрады. Айманды қанша жақсы көріп тұрса да, партия қызметкерінің бай балалары осылай тұрады екен-ау, деп таңғалып, арғы жағы ұнатпай қалатын. Ішінен, мұндай байлық біз сияқты жартылай жетім қыздардың түсіне де кірмейді ғой, деп қоятын. Бәтима әжесі, жаным, адамға байлықтың қалай бітетінін, жақсылықтың да, жамандықтың да сұрауы бар екенін білмейсің ғой. Күндердің күнінде бәріне де жауап беруге тура келеді, деп отыратын. Айман қазір қайда екен? Үйіндегілерді қайда кетті екен? Ең бастысы кім әкетті? Неге әкетті? Үйіндегі қырғын қызметшілер қайда кетті екен? Қой, осылай тұра береміз бе аязда? Жүр, Төленге хабарласайық, деді біраз тұрғаннан кейін Бәтес тістісіне тимей сақылдап. Қасында Бәтесі болмағанда не істер еді? Ләйлә Бәтесті иығынан құшақтап, екеуі телефон дүңгіршегін іздеп кетті. Төлен телевидениенің алдына жетіп келді. Ләйлә оны достарымен бірге саралатып кетті ме екен деп уайымдап еді. Жоқ, ештеңеге қарамастан келе қалды. Ләйлә ақын жазушылардың жиналып алып, күнді батырып, таңды атқызып, шетін орталарын ұнатпайды. Политехтің инженер студенттері іше бермейді. Заветтің студенттері де ондай емес. Ал мына қағаз кеміріп, жазу жастанғандардың шөлмектері мен стакандары түспейді қолдарынан. Төлен Ләйлямен кездесетін күндері сұраға да, шөлмекке де жоламайды. Қыздың тік мінезін жақсы біледі ғой. Оның ішкенін білсе, бұрылып кетеді де қалады. Аппақ аруынан олай айырылып қалғысы келмейді. Қыздар Төленге Айман туралы естігендерінің бәрін айтып берді. Ол қыздардың әңгімесін үнсіз тыңдады. Айман телевидение алдына да келмеді. Ләйляның көңіл күйі түсіп кетті. Шыршаға жиналған халық көңілді. Тек үшеуі ғана үрпиіп жүр. Төлен қыздардың қасынан бір аттам алыстамайды. Ешкімді қастарына жолатпайды. Екеуінде жеке-жеке вальске шақырып билеп қояды. Буфетке барып, алма шырынын ішіп, үлпі қамырдан жасалып зефир араластырған бәліш жеп алды. Ләйляның тәбеті жоқ. Тағы да аузына сол баяғы тот басқан темірдің дәмі келді.
Ләйләнің бәлішін Төлен жеп алды. Онша жегісі келіп тұрмаса да, әйтеуір бірдеңе жеген боп, бар ойы мына қиын жағдайдан құтылу. Не істеп, не қою керек екенін түсініксіз жағдай. Ондай жағдайда тек ұйқы мен тамақ қана құтқарады. Біраз адамдар сөйлеп, құттықтап, ән айтып, би билеп, түрлі жарыстар өткеннен кейін танымал әншілер мен артистер келді. Қарақұрым халық солардың айналасына жиналып қалды. Соны пайдаланып, үшеуі жатақханаға қайтты. Қыздарды шығарып салған Төлен де жатақханаға тек өзінің емес, ауылдас досы оқитын милиционерлер жатақханасына тартты. Мәдиев Жекен көптен көрмеген Төлен досын көріп таң қалды. Ол досының бар бос уақытын Женпидің жатақханасында ғашық болған қызының қасында өткізетінін білетін. Нарынқолдың қара баласы мен белі талдырмаш, көзі жәудіреген ақсары сұлу. Оларға бәрі таңғала қарайтын. Нарынқолдық жерлес жігіттерінің өзі Төленді сыртынан аяп жүретін. Болған оқиғаны түгел айтып берген Төлен жауабын күтіп досына қарап отыр. Ол Беломор каналды бір тартып алып Төленге қарады. Маған түлкіні ұстай алмаған тазы ит құсап не қарайсың? Не айтам саған? Өзіңде түсініп тұрсың ғой бәрін. Ештеңе шықпайды. Түсініп тұрмын бәрін. Ештеңе сұрап та тұрған жоқпын. Тек былай ақылға салып, мүмкін болса, сұрастырып көрші. Түгел отбасына бірде не болу мүмкін? Ләйләнің есі шығып отыр. Төлен, сен буынсыз жерге пышақ ұрып тұрсың. Сен ана шекарашы генералмен жақсысың ғой. Үйіне барып, бірге сауық сайран құрып, әнін айтып, күйін тартып, қасында жүрсің. Сұрасаңшы, көмегі болып қалар. Жалғыз қыздың тойында атқарып бердің. Жалғыз қыз емес екен, деді де, Жекен соңғы рет бір сорып темекісінің тұқылын консерваның банкісіне өшірді де, Төленді иығынан ұстап. Жақсы, байқап көрейін, тек сен үшін ғана. Кезінде сен де мені айдалада қасқырға жем болып, үсіп қалудан арашалап қалдың ғой, деді. Төлен досына риза. Достың аты дос қой, қанша дегенмен. Жалғыз қалдырмайды. Үш қайнаса сорпасы қосылмайтын бөтен біреудің жағдайы болса да, досының сөзін жерге қалдырмады.